күндік норма еркек адамға 400 миллиграмм магний керек, әйел адамға 320 миллиграмм магний керек. Магниевый 6-тің бір қандай жалпы пайдалары бар? Бұрын натуральный продукттар еді барлығы. Тамақтануымыз жақсы еді. Қазіргі экологияға қатысты және продуктлардың сапасын төмендеп кеткеніне қатысты бұл бізде аз болып жатыр. Магний жетіспейтін адамдарда қандай симптомдар, белгілер көрінеді? Бір нәрседен қорықтық па, ми сразу надпочечникке хабар береді, иә. Надпочечник қайтып сигнал барады, айтады, тағы да бар ма дейді, қорқуымыз керек мәселе дейді да. Қанша жастан бастап негізі ішкен дұрыс? Осы жерде осы қызық сұрақ. 1 жастан 3 жасқа дейін 65 миллиграмм магний ішу керек екен. Көп адамдар ұйқысынан тұрады, ұйқысынан тұрсам уже шаршап тұрмын дейді ғой. Мышечный волокно, бұлшық еттеріміздегі волокноның сокращение және расслаблениесін жауап береді. Біздің бұлшық ет көп талшықтар ғой, шаш сияқты көп талшықтардан құралған ғой. Ұзақ мерзімде ішкен кезде адамға зиян тимей ме? Денсаулық, нағыз денсаулық, мынау клетка дәрежесіндегі денсаулық қой магний дегеніңіз. Ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздер Денекод каналындасыздар. Жүргізуші мен Ерсін Сұлтан. Бүгінгі подкасттың тақырыбы Магниевый 6. Магниевый 6 не үшін ішуіміз керек? Әдеттегідей интернетте, инстаграмда, әлеуметтік желілерде қараған кезде Магниевый 6 ішу керек дейді. Бірақ оны не үшін ішу керек? Оның қандай пайдасы бар? Ғылыми зерттемелерді бүгін біз айтатын боламыз. Бүгін бізде қонақта Азамат Скаков. Спортпен тұрақты түрде айналысып жүргеніне 10 жылдан астам болды. Сертификатталған коуч, сен және мен кітаптарының авторы, Қазақстанда бестселлер болған 2023-2024 жылдары. Бізде осыдан алдын Азамат мырзамен өзіміздің психологиялық каналда 23 подкаст түсірген болатынбыз. Олар 3 миллионнан жоғары қаралым жинады. Енді аз екені көбінесе адамдар денсаулықпен ассоциировать етеді. Енді бүгін Магниевый 6 жайлы, денсаулық жайлы айтатын боламыз. Бұны не үшін ішу керек және қандай пайдасы бар? Бұл подкаст ер адамдарға және әйел адамдарға да пайдалы болады. Ал Азеке, қош келдіңіз. Рахмет. Біздің подкастқа. Сізбен жүздеспегелі, подкаст түсірмегелі өте көп болды. Өте сағынып қалдық. Мен айтамын, адамдар айтатын шығар, екеуі қосылып тоға айтып деп айтатын шығар. Ал Азеке, бастайық. Негізі бірінші бір тоқталып кетсек, Магниевый 6-тің бір қандай жалпы пайдалары бар? Магний мен 2019-дан бері ішем. 2019-дан бері үзбей магний ішем. 6-7 жыл болып қалды. Күнделікті ішесіз? Күнде ішем. Күнде жатар кезде ішем. Осы уақытқа дейін анау неше түрлі нелерді тестировать ететінмін ғой. Қандай состав, қандай не деп. И қазір енді кешегі тренировкадан кейін мен бүгінгі тренировкада мысалы денем ауырып тұрмайды ше. Андай травма бір нәрсе болып қалмаса. И таңертең оянған кезде андай толық восстановление болған, и миымның да андай бір бәрін бүйтіп кешегі нәрсенің бәрін тыңқып өше саған сияқты бір халде оянамын да. Толықтай бір регенерация деп айтады. Енді мен бұны бір зерттеп жүргенде 1 жыл ғана болды. Именно бірақ бұрын білетім ішу керек екен, бірақ ғылыми жағын зерттеп жүргенде қазір түсініп отырмын. Бұл магний екен ғой деп. Енді магний мынандай бір минерал. Біздің ағзамызда бір деректерде 300, бір деректерде 600 жаңағы биохимиялық процесске араласады. Біздің әр жасушамыздың ішіндегі жаңағы биохимиялық процесстер көп қой. Ана жаңағы мусорда келіп лақтырып тастау керек, мынаны тазалау керек, ананы шығару керек, шығару керек, жаңа витаминдер шығару деген сияқты көп биохимиялық процесс бар. Дәл қазір біздің денемізде миллиондаған биохимиялық процесс болып жатыр да. И осының ең маңызды 300-600-на магний қатысады екен. Магний минерал негізінде бұрын неге актуальный болмайтын еді, өйткені бәлкім біздің тамақтануымыз более-менее бұрын натуральный продукттар еді барлығы. Тамақтануымыз жақсы еді. Қымыз, қымыран, ет. Магний негізі табиғи жолда көкөністерде бар, кәдімгі біздің жейтін жаңағы сәбіз болсын, не болсын, тамаққа қосатындарымызда. Бірақ өкінішке орай қазір оның келу жолы да басқаша ғой. Қытайдан келіп жатыр, аннан келіп жатыр. Мысалы, перец дейді жаңағы. Болгарский перецтер сыртындағы оболочкасында проблема болып жатыр деген сияқты. Жаңғақтар да бар. Неше түрлі жаңғақтар да бар. Плюс шемішке. Шемішкенің де неше бар? Асқабақ шемішкесі бар, күнбағыс шемішкесі бар. Осы нәрселер де бар. Бірақ өкінішке орай қазіргі экологияға қатысты және продуктлардың сапасын төмендеп кеткеніне қатысты бұл бізде аз болып жатыр. Енді біздің денемізге күндік норма еркек адамға 400 миллиграмм магний керек, әйел адамға 320 миллиграмм магний керек. Енді бұл магний қандай процесстерге араласады?
біздің бұлшықеттеріміздің тез қалыпқа келуіне магний араласады. Яғни бұл тренировкамен айналысатын адамдарға есе керек. Иә. Бір кішкене активный өмір салтын ұстанатын адамдарға қатты керек. Өйткені неге қазір анау спортпен айналысқаннан кейін адамдар тастап кетеді? Өйткені кішкене бір травма алады, немесе қатты шаршап қалады. Айтады да, мен айналыстым, одан күні бойы жұмыста быт-шыт болып жүрдім дейді. Осы нәрсені болдырмаудың негізі бір жолы ол магний. Магний біздің ағзамызда толық болса, ол ұйықтаған кезде толықтай ағзамызды қайтып қалпына келуге көмектесетін еді. Енді мынандай бір зерттеу бар. Америкада жасалған зерттеу, 3000 адамға жасалған зерттеу. 3000 адамға жасалған зерттеу бүйтеді, екіге бөледі да, бір кісілерге 4-5 күн магний ішкізеді. Бұрын ішпей жүрген кісілерге. 4-5 күн магний ішкізеді, 4-5 күннің нәтижесінде 86-91% адамға өте пайдалы болған. Кәдімгідей ұйқысы қанған, кәдімгідей жаңағы фокусы жүйеленген, сондай болып кеткен. Энергиясы дұрысталған. Иә, энергиясы дұрысталған. 86-91 деген өте үлкен көрсеткіш. Енді ғалымдар не ғой? Екінші жартысына бұлар не істеген? Магний деп не берген андай? Плацебо. Қалай? Плацебо бар, оны сырты не? Капсула, бірақ ішінде түк жоқ. Бірақ айтады сізге, мына ішінде магний бар деп, сен де іш деп. Сөйтіп жартысына соны ішкізеді. Оларда 9%-14% андай не болғанда, ана жұрттар айтады ғой, ана ой, плацебо, сен де іше берсең болды, әйтеуір магний деп бере берсең не етеді деген жоқ. Магний шынымен де әсер етеді мәселе. Шынымен де әсер етеді. Үлкен процент қой ол. Енді бұл бөліп қарайтын болсақ, әйел адамдардың да ағзасына, әсіресе әйелдерде болатын бір процестер бар ғой, айына бірнеше болатын процесс, сол процестерде де өте үлкен рөл ойнайды екен. Жаңағы ауыртпашылықты азайтады екен, кейін қайтып восстановление тездетеді екен. Еркектерде бұлшықет және сүйек восстановлениесіне қатты әсер етеді екен. Спортпен айналысып келдіңіз, қатты шаршап қалдыңыз, что-то мен шаршап қалдым дейді. Одан кейін ұйықтадық, енді біздің миымыздағы да нейромедиаторлардың да тасымалдауының жылдамдығына қатты көмектеседі екен. Бізде қазір көп адамдар ұйқысынан тұрады, ұйқысынан тұрсам уже шаршап тұрмын дейді ғой. Иә. Жұмысқа, бір істі бастауға, бір нәрсені істеуге ешқандай уже зауқы болмайды. Иә. Восстановлениеге көмектеседі. Восстановлениеге көмектеседі. Енді бізде бұл екі қырынан бар ғой. Бір қыры менің миым тынығу керек, екінші қыры мен физикалық, бұлшықеттерім, сіңірлерім, фасцияларым, сүйектерім тынығу керек деген сияқты. И осыған бізде жеткіліксіз болып жатыр да. Магний жеткіліксіз болып жатыр. Өйткені қазір барлығы шулап жатыр бұл. Шетелдік нелер барлығы шулап жатыр. Бұны біз білуіміз керек. Магний жетіспейтін адамдарда қандай симптомдар, белгілер көрінеді? Иә, осы жерде осы қызық сұрақ. Ана шатастырады екен көп. Мен бұны оқыдым, өте көп адам шатастырады. Мен шаршап жүрмін, ауырып қалдым, фокусым шашыраңқы, со мной что-то не то деп сенеді ғой жаңа. Менде СДВГ, мен есте сақтау қабілетім төмен деп шатастырады екен. Бұл көп жағдайда жай ғана магнийдің жетіспеуі. Ағзаңызда магнийдің жетіспеуі. Бұл есте сақтау қабілетіне де әсер береді. Иә. Ал бұны андай қанша жастан бастап негізі ішкен дұрыс ғылыми жағынан? Қатты бір шектемеген, бірақ детский не аз болу керек. Иә, бізде былай айтылғанда 20 жастан бастап 400 миллиграмм деп айтылған ғой еркектерге. 400 миллиграмм норма деп, бірақ 31-ден асқаннан кейін бұл 420 миллиграмм болады. Ханымдарда мысалы 310 миллиграмм деп айтады, 20 жастан бастап 30-ға дейін. 30-дан кейін 320 миллиграмм деп айтылады да ғылымда. Енді осы мәселелерге жай ғана 4-5 күн немесе 19 күн деп айтылады, жаңағы эффекттің болуы тұрақты ішкеннен кейін. Адам соны ішіп көру керек. Мысалы айтса, мен фокусым шашыраңқы, мен шаршап жүрмін, мен білмеймін, спорттан кейін жаңағы восстановление қиын маған. Менде 8 тренировка аптасына. Маған оңай да. Кеше тренировка болды, мен бүгін білмеймін, бұл шығатын бір нәрсе. Кеше күресте бір кісі қолыма не жасатты, волейбол жасатты, арым бар дейді ғой. И күрестен шыққаннан кейін сол ауырыңқырап жүрді қолым ше. Бірақ бүгін таңертең нормально да, бүгін таңертең спокойно спортқа бара аламын мен. Жаңағы әңгімеңізді кішкентай балалар туралы толтырып кетейін. Норма мынандай: 1 жастан 3 жасқа дейін 65 миллиграмм магний ішу керек екен. 65 миллиграмм. 4-тен 8 жасқа дейін 90 миллиграмм. 9-дан 13-ке дейін 110 миллиграмм норма дейді. Норма зерттеулер бойынша.
Енді бұл баланың әсіресе қатты керек, өйткені сүйектері, бұлшықеттері тез өсіп жатыр. Иә. Бірақ нормасын қарау керек. Бой тез өсу үшін, тез қалыптасу үшін деген секілді. Ол жақта балада мынандай бір эксперимент болған. Жаңағы СДВГ балаларға магний ішкізгенді. Бұның ата-аналары бүйтіп қалай айтсам болады, шағымданған ғой, балам гиперактивный, отырмайды, шулай береді, жүгіре береді деп. Магний ішкізгеннен кейін 80%-ке бұлар кәдімгідей тынышталып қалған. Тынышталып қалғанда мүлдем қимылдамай қоймаған, бірақ гиперактивностьтен құтылған. Балалар бұзық адамдарға күштейсіз ғой. Иә, балалар. Бірақ норманы абайлау керек, өйткені әсіресе балаларға бүйтіп ескертілген да, нормадан тым асып кетсе, жаңағы жүрек айнуға алып келуі мүмкін, иә, бас айналуына алып келуі мүмкін, сондай нәрселер. Жалпы кез келген нәрсе нормадан көп ішсе зиян ғой, даже судың өзі мысалы да, көп ішетін болсаң отек болып кетуі мүмкін деген сияқты. Бірақ ересек адамда қызық бір норма мынау, 1 килограмм салмағыңызға 6 миллиграмм магний ішу керек дейді. Яғни 80 килограмм болса 480 миллиграмм магний. Иә, сондай. Ал осы денедегі магнийді андай жеп қоятын питаниедегі заттар бар ма? Мысалы айтады ғой, денедегі кальцийді кола мысалы сырып тастайды деген сияқты. Ал денедегі магний, осы витамин сырып тастайтын қандай продукттар адамдар қолданып жатыр күнделікті өмірде? Бізде жаңағы жеген тамақтарымызға қатысты негізі магний келіп отыру керек еді. Сол сіз тура айттыңыз, біз шынымен ішетін сусындарымызға байланысты магнийді сыртқа лақтырып тастап жатырмыз. Мысалы шай, енді шай қатты әсер ететін, ол ішінде кофеин, ол темірге қатты әсер етеді, бірақ магнийге де белгілі бір мөлшерде әсер етеді. Тым көп мөлшерде кофе, сосын газды сусындар мен тәтті сусындар әсер етеді екен магнийге. Бізде күніне 2 рет ішетін кофе мысалы адамдар бар. Иә. Бір рет зиянды емес, иә? Сол керек минералды бір рет зиян емес, бірақ тамақпен араластырмаса болды, сосын тым кеш ішпесе болды. Бірақ сол кофеин мәселесі көп керек минералды шай алып кетеді денемізден. Оның ішінде магний де бар. Сол үшін норма мынау, бір кісі айтқан еді андай, түсі жоқ, газы жоқ сусын болу керек деп. Онда судан басқа ешкімге қалмайды. Су ғана. Түсі жоқ, спрайт бар еді, бірақ оның газы бар. Сондықтан бұл бекерге шайып кетеді, бұдан абай болуымыз керек, ішпегеніміз жөн. Мынандай ситуация болуы мүмкін ба? Адам қан тапсырған кезде магнийге тапсырады, ол жақтан норма көрсетуі мүмкін, ал көрсеткенмен кейде адамда шынымен ағзасында магний жетіспеушілік болуы мүмкін ба? Иә, болуы мүмкін екен. Бұл жерде проблема мынандай екен. Магний 99%-ға жасушада болады. 99% магний жасушада болады. И оның жұмысы жасушада. Қанның ішінде 1% ғана болады. Бірақ мынандай бір қызық ұстаным бар. Қан бірінші кезекте қанның нормасын істейді ағза. Жасушада азайып кеткен болуы мүмкін, бірақ қанның нормасын толтырып береді. Сондықтан анализді бізде қаннан алады ғой. Ол жақта нормально болып көрінеді, бірақ жасушада ақсап жатыр да, жасушада жетіспеушілік бар. Яғни анықтай алмауымыз да мүмкін. Анықтай алмауымыз мүмкін, оған бөлек анализдер бар шығар. Ал айттыңыз ғой жаңа, үлкен ер адамдарға 400 миллиграмм среднем, ал әйел кісілерге 320 дедіңіз ғой. Бұны күнделікті, мысалы жылдар бойы сіз айттыңыз ғой, 2019-дан бері 6-7 жыл болды ішкеніңізге. Бұл ұзақ мерзімде ішкен кезде адамға зиян тимей ме? Бұл зиян емес, бұны ішуге прям міндетті деп айтсақ болады. Өйткені біздің қазіргі дәуірде кішкене біз Алматыда тұрамыз, экология, судың сапасы бар, анау бар, анау бар. Басқа да қалалар, мысалы Астана болсын, Шымкент болсын, біздің үлкен урбанизацияға ұшыраған үлкен қалалар, мегаполистер, біздің жүріс-тұрысымыздың барлығы қазір басқаша. Спорт аз, мысалы. Спорт аз, тамақтарымыздың питательность аз. Сондықтан бұл мынандай ғой, бұл денсаулығыңызды ойласақ, біз айтамыз ғой, мысалы денсаулықты ойласаң спортпен айналыс деген сияқты. Бірақ денсаулық деген жалпақ мағынада айта салды, денсаулық, нағыз денсаулық, мынау клетка дәрежесіндегі денсаулық қой, магний дегеніңіз, жасуша дәрежесінде денсаулыққа мән беріп жатсыз да. Бұл сіздің андай ұзақ өмір сүру мәселесі де, енді әрине тағдырға араласпаймыз ғой, бірақ денсаулығыңыздың мықты болуы да деген сияқты мәселелер. Сондықтан міндетті ішу керек. Негізі көп жағдайда қазір біз магнийдің басқа да ағзаға пайдалы бір ақпараттармен бөлісіп жатырмыз қой. Ал негізі көбінесе магнийді тек ұйқы деген сияқты нәрсемен адамдар қабылдап қойған. Магний ішсем күшті ұйықтаймын деген секілді. Енді магний нақты айтқанда ұйқыға қалай әсер етеді?
Иә, магний біздің ағзамыздағы мелатониннің синтезіне тікелей әсер етеді. Мелатонин дұрыс распределениесіне, мелатонин дұрыс жан-жаққа жеткізілуіне тікелей әсер етеді. Мелатонинге тоқталатын болсақ, мелатонин ол біздің ұйқымызға тікелей әсер ететін гормон. Бізде күндіз кортизол, стресс гормонымен біз андай ояу болып жүрміз. Кешкі сағат 9-10-нан кейін бізде мелатонин көтерілу керек. Енді мелатонин көтерілген кезде біз ұйықтаған кезде мелатонин біздің ағзамызды кәдімгідей қайтып қалпына келтіреді ғой. Енді осы мелатониннің тасымалы және синтезі тікелей магнийге байланысты. Тікелей магнийге байланысты. Сондықтан маңызды. Плюс мелатонин, магний біздің ағзамызда тестостерон несіне, тестостеронға да синтезіне байланысты еркектерде. Оған қоса жаңағы ұйқының тереңдігіне де, терең ұйқы фазасының ұзақ болуына да тікелей әсер етеді. Құрметті оқырмандар, бұл рекламная пауза. Араларыңызда көрермендердің арасында егер врачтар, дәрігерлер болса, осы біздің каналымызға қонақ болып шықсаңыздар болады. Егер шыққыларыңыз келсе, өз біліміңізбен бөлісіп, ұзақ мерзімді пациентті YouTube платформасынан алғыңыз келсе, өз консультацияңызды осы біздің подкастта отырып адамдарға ұсынғыңыз келсе, мынау төменде комментарийда описаниеде сілтеме бар, соған жазсаңыз біздің менеджер толық ақпаратты беретін болады. Қандай шарттар бар бізде бұл каналға шығып, өзіңіздің біліміңізді бөлісуіңіз үшін. Терең ұйқы фазасына да тоқталайын. Енді бізде 4 ұйқы фазасы бар. Жеңіл ұйқы фазасы бар, rapid eye movement бар, ояу ұйқы фазасы бар, терең ұйқы фазасы бар. Енді терең ұйқы фазасы дегенім әр 90 минутта 10-15 минуттық болатын бір процесс. Терең ұйқы фазасында біздің ағзамызда өте көп маңызды процесс болады. Мысалы, кішкентай балалар терең ұйқы фазасында сүйек өседі деген сияқты, қатты өседі деген сияқты. Енді терең ұйқы фазасында біз күндізгі алған ақпаратымызды қысқа мерзім жадымызға жазылып, ұзақ мерзім жадымызға жазамыз. Бұл өте маңызды. Кейбір адамдар 10 сағат ұйықтайды, бірақ ұйқысы қанбайды, өйткені терең ұйқы фазасы жоқ. Магний тікелей терең ұйқы фазасының ұзақтығына әсер етеді. Өйткені мелатонин синтезіне жауап береді. Сондықтан бұл тұрғыдан да өте маңызды. Енді ұйқы нашар, стресс көп, адамның либидосы түсіп кетеді. Либидо дегенде біз тек жаңағы бір төсек қатынасын емес, жалпы бір құлшыныс. Бір нәрсе, білмеймін, істегім келіп тұр. Саяхаттайық, жаңа бір нәрсе ойлап табайық, жарысайық, анан озайын, мынаны мен неге конкуренттермен етіп жатырмын деген нәрсенің бәрі либидо. Либидо түсіп кетсе, енді істегім келмейді деген әңгімелер болады. Енді магний осыған тікелей әсер етеді. Енді магний қалай біздің миымызға және нервный системамызға қалай әсер етеді? Магнийдің миымызға және нервный системамызға әсері ол тікелей тасымалдаушылық әсері ғой. Жаңағы керек минералдар, керек витаминдер тасымалдау и дұрыс сапалы перезагрузка. Қайтадан жаңа ұйқыға тіреп қалатын шығар, бірақ бұл миымыздың өшуі ғой. Андай тік деп awareness деп айтады да, бұны ағылшынша. Начеку, андай бір қауіптің алдын алып тұрады ғой, миша андай. Бір кісілер комнатаға кірген кезде оянып кетеді ғой, сәл тықыратса. Қауіптің алдын алушы миды успокоить етіп, түнде өшіре алатын бір не ғой. Бұл шындығында қиын, еткені кейбір адамдар ұйықтаса да жаңағы өшпейді. Перезагрузка болмайды. Кешегі мәселемен тура кешегідей қайғыра алады. Мысалы, таңертең менде жаңағы парковкадан шығып келе жатқанда бір кішігірім бір конфликт болып қалды да енді. И мен кетіп барадым, 1-2 минуттан кейін спокойно переключаться етіп кеттік. Ұмытып кеттіңіз. Қалды ғой, сол жерде қалды, тем более конфликт емес, ол кісі олай нетпеген шығар деп кетіп қалдым, болды. Бұрынғы азамат бұны бір жарты күн жүру керек еді. Неге өзінше болады, бүйту керек еді, сөйту керек еді, сразу сол жерде сындырып тастау керек еді, анасы деп ойлап жүретін еді. Немесе кейбір адамдар бар, бұндай ойды апталап ішінде жүруі мүмкін. Өйткені қараңызшы, анау біздің миымызда тық деген өшетін кнопка түнде өшпей қалады. Магний жеткіліксіз болса, өшпей қалады. Сол үшін де бұл мидың жаңағы бір өкініштісі, мен ойлаймын да, бұндай халмен жүрген, жылдар бойы жүрген адамдар бар да, ұйқысы қанбайды, жаңағы толықтай восстановительный не болмайды процесс. Жылдар бойы күнде ұйқысы қанбай, толық восстановить етпей, адамға 100% энергия болса, сенің зарядың, телефонның заряды күнде бір 50-40% шыққан сияқты ғой.
и ол азая береді. Тіпті сіздің жасушаңыздың энергия, жаңағы митохондрияда бар ғой, энергия тасымалдаушы, сол capacity, оның несі де энергия қабылдай алу мүмкіндігі де таралып, емкісті де таралып қалады ғой жылдар өте келе. И бәлкім уже сіз пәленбай жыл жаңағы зиян келтіргенсіз, дұрыс емес еткенсіз, енді оны қайтып қалыпқа келтіру қиын болады. Соны қазірден бастап, мынау подкаст естігеннен бастап оны қалыпқа келтіру керек. Магнийдің адамда болатын судорога бар, немесе бір тиктер болады, қолдары бүйтіп кетеді. Мысалы, мен кейбір кезде ұйықтап жатқан кезде бір жылына бір 2-3 рет болады бүйтіп. Қолым бүйтіп тұрып кетемін ше. Қолым бүйтіп ойнайды. Немесе кейбір кездерде болады, мынау көздің астында қабақ бүйтіп тік ойнайды ше. Бұның екеуінің қатысы қаншалықты бар? Иә. Магний біздің бұлшықеттеріміздегі жаңағы мышечное волокно дейді ғой. Мышечное волокно бұлшықеттеріміздегі волокноның сокращение және расслаблениесіне жауап береді. Волокно деген не? Бұлшықет, біздің бұлшықет көп не деп айтайық бұны, талшық деп айтайық, талшықтар ғой, шаш сияқты көп талшықтардан құралған ғой. И соның сокращениесі арқылы мен мысалы саусағым биткенім, ол менің мына жақтағы бұлшықеттердің талшықтарының жиырылуы. И оны жіберу керек. Магний осыған тікелей жауап береді. Енді магний мөлшерден аз болса, ол жаңағы неге алып келуі мүмкін. Тик қалып келуі мүмкін, судорога қалып келуі мүмкін, қайтып қалыпқа келу қиын болуы мүмкін. Жақсылап спортпен айналыстыңыз, жақсылап тұрып күресіп алдыңыз, терледіңіз, бұлшықеттер енді максималь нагрузка болды. Егер бұның қайтып қалпына келу дұрыс болмаса, соған алып келеді магний. Витамин D-ны да қосып кету керек. Біз витамин D ішіп жатамыз ғой. D3, жаңағы күннен алатын біздің витаминіміз бар ғой, бірақ оны ішіп жатамыз. Енді магний осы витамин D3-дің активті халде ыдырауына тікелей әсер етеді екен. Яғни менің денеме, былай айтқанда, қабылдануына әсер етеді ғой. Әйтпесе жаңағы жай сұйықтық болып кіріп, жай шығып кетуі мүмкін. Анау бөлініп актив халге келуіне әсер етеді екен. Ал D3-дің өзі бұл андай такси қызметін атқарады, любой бір витаминді керек ағзаға жеткізеді. Ал бұл магний, яғни бұл жеткізгенді дұрыс сіңуіне жауап береді. Иә. Қызықта мынау біздің сөйлесіп отқанымыз андай емес, жалпақ емес та. Біз клетка дәрежесіндегі денсаулық. Біз денеміз толықтай жасушаландырады ғой. Енді миллиард жасуша сіздің 100 килограмм көтеруіңізге көмектеседі ғой. Енді сіз жай жалпақ бұлшықет деп айтпайсыз, сіз жасушаның денсаулығын қарап отырсыз. D3 да сол, магний да сол, бәрін тасымалдаушы ғой. Соның ішіндегі процесстер. Бізде тревожный адамдар болады, андай миы неде, начеку адамдар бүйтіп қарап жатқан үшін. Есікті ашса, бір кім екен деген сияқты, уайымдап. Мен сондай адамға кіремін, негізі тойда отырғанда, немесе бір отырыста отырғанда, мысалы аяғым бүйтіп отырамын постоянно же, немесе кинода отырғанда, адамдар таңғалады да, неге былай отырсың деген сияқты. Білмеймін, мен осылай отырамын деген секілді ше. И бұл постоянно бүйтіп осы тревожный болу, панический атака болудың несі қатысы бар. Өйткені былай, біз физиологиялық тұрғыдан миымызға әсер ете аламыз, физикамен, денеміз миға әсер етеді, сосын керісінше миымыз денемізге әсер ететін моменттер бар да. Мысалы, біз бір нәрседен қорықтық па, ми сразу надпочечникке хабар береді, ол керекті гормондар бөледі, надпочечник қайтып сигнал барады, айтады, тағы да бар ма дейді, қорқуымыз керек мәселе дейді. Сонда қараңыз, мидан ақпарат барды, дене запускаться етті, бірақ дене қайтып запрос жіберді, сен маған тауып бер, тағы да қорқым. Енді ми қайтып қарай бастады, анау да бүйтіп тұр екен, мынау да бүйтіп тұр екен, қарашы, анау да нетті деген сияқты. Бұл бір-бірін айналдырады, ол қиындай береді ше процесс. Енді тура осы тұрғыдан, егер тревога, панический атака мәселесі бір-біріне әсер ететін болса, онда екі жақтан да мен тоқтатуым керек, ал магний именно осыны физиологиялық жағынан тоқтатады. Физиологиялық жағынан тоқтатады. Анау спортта да, мысалы біз физиологиялық жағынан денемізді напрягать етеміз ғой. Біздің денемізде жаңа восстановление қатты әсер ететін АТФ деген гормон бар. АТФ деген аденозин трифосфат. Біздің мынау бұлшықеттеріміздің шаршағандығы туралы миға ақпарат береді, и қайтадан восстановлениеге сояқтан приказ келеді дейді, былай витаминдер бөліну деп айтайықшы. И аденозин трифосфаттың нормада жұмыс істеуіне тікелей магний әсер етеді. Тікелей магний соны былай есептеп отырады дейікші. Одан кейін бұлшықеттердің қалпына келуіне магний әсер етеді. Сосын ұйқымыздың да терең болуына магний әсер етеді. Сонда бұл үшеуі қосылған кезде ұйқыңыз сапалы болса, аденозин трифосфат сіздің денеңізде нормаль жұмыс істеп тұрса, АТФ, и бұлшықеттеріңіздің восстановлениесі дұрыс болса, онда сіздің тревогаға да бұл
төмендетеді. Тревогаға да төмендетеді. Өйткені әдетте біздің ағзамыз қатты шаршаңқы болған кезде миға сигнал береді. Бір нәрсе дұрыс емес. Ми сол кезде іздейді не дұрыс емес деп. Сондықтан былай да әсер етуіміз керек. Ол жағынан да магний өте маңызды. Енді әзірге осы подкасттан мен ойлаймын, адамдар магний не үшін ішу керек, қандай пайдасы бар, толықтай аша алдық деп тақырыпта. Ал енді магнийді қайдан таңдаймыз? Немесе сапалы бір компаниялар бар, сапасыз компаниялар бар, немесе аптекаларда сатыла береді. Енді сапалы магний мен сапасы төмендеу магнийді қалай ажырата аламыз? Былай, сапасыз деп айтпай қояйын, бірақ мен айттым ғой жаңа қанша жыл болды, бәленбай жыл болды ішіп жүргеніме, мен оқитынмын артынша. Қараймын, көбіне бұның құрамы бар ғой, магний цитрат, магний аспартат, магний цинк, магний бір нәрсе деген. Көбіне мен алған магнийларда былай болады, менің көңілім толмайтын магний деп айтайыншы, тек магний бар, болды. Магний ғана бар. Ол арзан болады. Ол арзан болады, өте арзан болады. Басқа ештеңке жоқ. Енді маған мынау қызық болды да. Магнийдің да тез усваиваемостьқа әсер ететін не болу керек ішінде. Сосын неге B6 деп, магний B6 деп айтады ғой адамдар, ана бір сөз болып қалған сияқты, негізі B6 бөлек витамин, магний бөлек не минерал ғой. B6 неге әсер етеді магнийға? Осын зерттедім де, сосын мен кәдімгідей технологтармен, эндокринологтармен осы үшін ақылдастым. Мен бүйттім, маған керек құрамдас магний жасап аламыз ба дедім. Мен мынаны қалаймын дедім, мысалы менің ұйқым терең болсын. Мен бұлшықеттерім тез восстановиться етсін. Мен жаңағы миым түнде толық өшіп, ертеңге жаңа ақпаратты қабылдауға күшті потенциалда болып тұрсын дедім. Сөйтіп маған бұл кісілер ұсынды. Магний міндетті түрде B6 витаминмен жақсы синтезделеді. Міндетті түрде жаңа аспартат болса нетеді. Одан кейін мынаны қоссақ болады, мынаны қоссақ, мына нәрсені қосуға болмайды деді мысалы. Сөйтіп маған құрам жасап берді, соны ақылдасып жатып, мен бір құрам жасап алдым. Енді бастапқыда өзім үшін жасап алдым, одан кейін адамдар мен ішкенде көреді ғой, енді айтамын, подкасттарда айтамын, магний ішемін кешке қарай восстановление деп, сұрайды, қандай магний ішу керек, қандай компания ұсынасыз деп. Мен бір шетінен бұл үлкен жауапкершілік, қорықтым ұсынуға. Бір шетінен білмеймін ғой, оның құрамын білмеймін, қайда жасалғанын білмеймін. Сөйтіп ұсынуға қорқатымын. Одан кейін өзімнің магнийім жасап алдым, сөйтіп. Өзім магнийім жасап алдым да, өзім 2 ай жақындарыма және өзім 2 ай тест жасадым. Ешкім әлі білмейді да мен магний шығарғанымды. Тест жасадым, маған пайдалы болғаннан кейін. Енді құрамы андай көп нәрсе қосуға тырыстым да, әсіресе ұйқы, терең ұйқы фазасын. Сөйтіп жаңағы кісілермен біз маған ұнайтын құрамды составта магний жасап алдық. Енді бұның құрамында қараңыздар, магний бар, гамма аминокислоты бар, гинко билоба сығындысы күшті бір өсімдік, өте қатты пайдалы деді. Альпиния сығындысы, кальций бар, витамин B3 бар, B6 бар, B1 бар. Бұл қасына жазып қойдық, негізі күніне норма ересек адам қанша ішу керек, бұл қанша процентін қамтамасыз етеді деп іштік. Жасадық та, одан кейін атына келдік, асаны деп жасадық. Асаны деген маған жалпы мынау БАДы ішу тақырыбы Америкада және Жапонияда келді маған. Америкада БАДы кәдімгі дүкенде сатылады да. Америкада да, Жапонияда болды. Америкада БАДы заправкада сатыла береді да. Андай барлығы тұр, мен мелатонин іздедім да, күшті бірнеше түрі бар. Сосын Жапонияға бардым. Жапонияға барған кезде БАДыда жұмыс істейтін бір қазақ жігітпен таныстым. БАДы компаниясы, Жапония мықты ғой енді БАДы жағынан. Сонымен сөйлестім да, бұл жақтың сыры неде? Мысалы, адамдардың терісі өте әдемі. Вот әзеке бұл кісілер анау ауырмай тұрып қатты қарайды дейді да. Бұл білесіз бе, бұл келесі бір деңгей сияқты ше. Өйткені мынау өзін құрметтейтін, өзіне мән беретін адам жасуша дәрежесінде мән берсе, ол уже next level. Енді асана деген неге асана? Асана сол Жапонияда келгенде ой келді маған. Асана деген жапонша пробуждение деген маған, ояну деген маған. Жапондықтар бүйтіп айтады екен, ояну деген тек физикалық емес, ояну рухани да деп ше. Рухани да оянуым керек, мен физикалық та оянуым керек. Сөйтіп несін атын асана деп қойдық. Жаңа капсуласының бәрін халал болуына мән бердік. Енді кеше ғана жаңа әңгіме, кешке осы 9:30-да 8:30-да бір сабақ бітті, сөйтіп көршім келіп қалды офиста. Қайтпадыңыз ба әзеке деді, шығайын деп жатырмын деді, сол әңгімелесіп қалдық. Сосын магний алғым келіп жүр деді да, сосын сіз магний нетіп жатыр екенсіз ғой, нәрсе мен анау
6700 теңгеге магний алдым турецкий дейді да. Мен ойладым да, так, мынау қорабы бір 2-3 мың теңге болса, оған наклейкаңыз бірнеше мың болса, Түркиядан жеткізуіңіз бірнеше мың болса, ойланып қалдым да, ішінде құрамы не болды бұның сонда деп ше. Қалай ол 6700 теңге тұрады ол? Қандай магний ол, ішінде не қосты екен? Қарап отырсаңыз себестоимостьтан ниже болып кетіп тұр. Ниже болып кетіп тұр ғой. И мен өзіме мынандай шешім қабылдадым да, мен арзан, жаңағы енді әрине құрамын зерттеп көру керек қой, бірақ ойбай арзан болса болды деп өзімнің ішіме мен ішетін нәрсені арзандығына мен қарсымын ше. Қарсы дегенде қалай? Тек арзан болса болды деген әңгіме жоқ. Егер де біз клетка дәрежесінде, жасуша дәрежесінде денсаулығымызға мән беруіміз керек болса, ол қымбат болу керек. Қымбат, міндетті түрде қымбат емес, бірақ сапалы болу керек. Бұл жерден әр адам өзінің таңдауы бар ғой. Мысалы бір кісілер емделіп кетсем болды или мынандай болсын деп арзан нәрселерді алуы мүмкін, бірақ денсаулығына қарайтын адамдар тщательно қарап, мысалы сапалы дүние алады. Мысалы бұл капсуланы ішінде тек магний болса, білмеймін, 3 есе арзан болар еді мысалы. 3 есе арзан болса, тек магний болса. Маған бәрібір ғой сіздің ішіңізде ол магний асывайып өтсетті ма, етпеді ма? Ішіп жатсыз ба? Ішіп жатсыз. Болды. Егер де жаңағы құрамында мынау болу керек болса, ол әрине арзан. Бұның сіздің жасаған асанеде ішінде қанша штук бар? Бізде 60 дана мынау. Орташа есеппен 2 айға жету керек бір ересек адамға. Өйткені бір капсулада 400 миллиграмм магний бар. Магний бар, ол тамаша. Ол бір күндік норма. Әйел адамға да, еркек адамға да. Енді азыке біздің мысалы мынау біздің каналдың, Денекод каналының оқырмандары бар. Сіздің постоянный өзіңіздің оқырмандарыңыз бар. Осы YouTube каналдан келіп, осы магнийді түсініп, өзім ішейін немесе ата-анама бір подарок ретінде берейін немесе аға ініме, әпкеме берем деген секілді сондай бір адамдар болса, әйеліме, жұбайыма деген секілді қандай бір қалай айтсам болады, бір жақсы бір ұсыныс бере аласыз біздің оқырмандарға? Давайте мен бір ерекше ұсыныс жасайын. Біздің қазір YouTube каналын көріп отқанда, мен шынымен бұл өнімді жасарда мен Меккеде жүріп дұға еткем ше. Аллахым шынымен бір пайдалы өнім болсын деп, біз сіздерге жаңа пайдалы болу үшін мынау 3 өнімге ерекше ұсыныс жасайық. Біз мына магнийді айттық, мынау менде Asana Sun деген бар, Asana Energy. Бұл таңертең ішетін. Бұны да мен жаңағы кімдердің былай айтқанда миын жедім ше, технологтардың қан іштім, айттым, маған мынандай керек дедім. Өте активныймын таңертең 4:45-те оянамын, одан күнде спорт, тағы кешке спорт, одан кейін мен жұмысқа баруым керек, одан кейін мен миыммен көп жұмыс істеуім керек, ана фокусым мықты болу керек деп айттым да, маған давай мынандай бағдай жасап бер, мені оятатын таңертең, андай сергек қылатын. Оған қоса менің жаңағы когнитивті процестерін күшейтетін дедім. Ол кісілер маған мынандай құрам ұсынды, маған ұнады. Мысалы, кофеин аз мөлшерде 150 миллиграмм, бұл жақсы мөлшер. Экстракт хмеля, экстракт листьев матча чайының, экстракт пустырника, бұл нәрселердің барлығы анау өсімдіктің сығындысы ғой. Ішіндегі керемет нелерін алып аламыз. D3 витамины бар, B12 бар, B3 бар. Осылардың барлығы, железо бар, ішінде өте маңызды, бұны ұмытып баратырмын. Мен тәттіні қатты жақсы көретін адаммын. Қатты жақсы көремін мен тәттіні. Тренировкадан келген офисыма келіп, сағат 10-дарда 11-лерде шай қойып, шайды ішкен кезде бір нәрсе қолым іздеп отырады. Жаңа бір пай бар ма? Шай пай дейміз, жаңа тәтті керек ше, бір шоколад бір нәрсе керек. И шоколадты дізіп қоятынмын жаңағы неме шкафыма. Сосын естідім мен, қанда железо мөлшері азайып кетсе, сен тәтті іздей бересің деген. Сосын мен айттым, ол шын ба дедім, ана технолог, иә дедім, маған железо қосыңыздар дедім. Железо қосты. Бізде мына жерде темір 14 бір нәрсе моль, миллиграмм, ол 78% күндік норманың. Мен осыны ішкелі 2 ай іштім ғой. Қазір мүлдем тәттіге тартпайды. Андай жей алмай қаламын деген әңгіме жоқ, тұрса жеймін ғой. Бірақ ана шайды іздемеймін. Бұрын шай ішкен кезде іздеп отыратынмын, көмекші методымда бір шоколад бар, бір нәрсе бармайды. Қазір іздемеймін. Сондықтан мынау таңертең бір капсула ішетін мәселе. Бұл да 2 айға жетеді. Иә, бұл да 2 айға жетеді. Үшіншісі, бұл Asana мелатонин. Бұны мен жастарға, студенттер, сосын жаңағы ұйқымен проблемасы бар кісілер бар ғой, ұйықтай алмаймын дейді. Қазір көп ондай.
ұйықтай алмаймын дейді, соткам ұйықтап жатамын, ұйықтай алмаймын, 1-ге дейін жатамын, немесе 2-ге дейін түнгі жатамын. 2, 3-терде, 4, 5-терде ұйықтайтын адамдар бар. Ал бір кісі айтады, Азеке, сіз айтқаннан соткада ұйықламайтын болдым дейді, бәрі ұйықтай алмаймын, жатам төсек дейді, 1 сағат демалып, сотқа қарамаймын, қалай ұйықтаймын. Енді бір бізде циркадный биоритмдер бар, сол циркадный биоритмді реттеп алуға мелатонин. Мына мелатонин, біз онда ақылдастық, оның ішінде мелатонин бар, 3 миллиграмм мелатонин, бұл ересек адамды 10-15 минутта топ етіп құлатады. Бұны ескертеміз, зәрлем ішпеңіз, білмеймін, маңызды бір сабақтың алдында ішпеңіз, бұны тек жатар алдында. Мен бұны да өзіме тестертетім. Мен ұйқым өте тамаша, бірақ сонда тест болсын деп. Бұны көп ішуге болмайды, иә? Бұны максимум 14 күн ішуге болады. Мысалы, ұзақ сапардан келдіңіз, Америкадан келдіңіз, часовой ритм бұзылды. Режимға келіп алу үшін 10 күн, 14 күн ұйықтап қалу үшін. Іштім, 15 минуттан тықытып. Бұл ешқандай снотворный емес, бірақ дұрыс түсінбей қалмаңыздар, бұл мелатонин, кәдімгі біздің ағзамызда бөлінетін гормон. Бұны ішсе өзіміздің гормон бөлінбей қалмай ма? Жоқ, ұзақ ішіп кетсе, сонда бір риск бар. Мысалы, 14 күннен аспаған дұрыс дейді ғой. 14 күнде нормально, бірақ 14 күннен асып кетсе, ағзада бөлінбей қалу ықтимал бар. Әдетте 3 күн ішсеңіз, болды, ұйқыңыз норма болады. Ары кетсе 1 апта ғой. Неше түрлі саяхаттан келдік қой. Ары кетсе 1 апта, 1 дана ішем, 3 күн, 4 күнде ұйқы реттеледі, немесе ары кетсе 1 апта, онда ештеңе жоқ, бұл тұра береді. Сосын келесі бір саяхаттан тағы да ұйқыны реттеп алуға, сондықтан бұл мелатонин өте пайдалы. Енді біз осы YouTube каналдан келген сілтеме қойып кетейік. Осы үшеуіне қатысты біздің 3 айлық пакетіміз бар. 3 айлық пакеттің ішінде 2 магний, 2 энерджи, 1 мелатонин жүреді. Осы 3 айлық пакет. Шайдан көпке жетеді ғой бұл? Иә, 3 айдан асып кетеді. 60-120 күн? 4 айлық. 4 ай болып кетеді ғой, бірақ енді соны андай грубо есептегенбіз ғой. Осындай бір пакетіміз негізі 150 мыңнан асып кету керек. Бірақ біз 60% шамамен, 60% жеңілдікпен 60 мыңға берейік. Біздің оқырмандарға? Сіздің оқырмандарға осы үшеуі 3-4 айлық пакетін 5 банка ғой, 5 банканы 60 мың теңгеге берейік. Азеке, алла разы болсын, біздің YouTube'тан көріп отырған оқырмандарға осындай жеңілдік беріп жатқаныңызға. Негізі бұл 4 айлық дәрумен ғой. 4 айлық дәруменді қарасаңыз айына 15 мың теңгеден ғана түсіп тұр. Күніне 5 теңгеден да. Негізі қарайтын болсақ, қазір енді БАДы сататын әртүрлі компаниялар бар. Бұндай мысалы 5 штукты 150 мың 200 мың теңгеге сатады да. Бұл жерде енді сіздің миссияңыз ұнап отыр, бұл жерде қатты бір ниет бар, пайдасы бар, бірақ ондай қатты пайда табу емес, бірақ көбірек адамдарға пайдалы болсын деген ниетте. Ал достар, осы жерде Азамат мырзаның өзі шығарған Асане деген брендтің пакет ұсынып жатыр Азеке. 2 ішіне магний кіреді, каждыйында құтысында 60 штуктан, бұл 2 айға ішеді, 2-і 4 айға ішеді. Және 2 энерджи, түнде ішесіз 2 магнийді, 2 энерджи таңертең ішесіз, энергияңызды толықтырып, толық восстанавливаться етесіздер. Және мелатонин, оның ішінде 30 штук бар, 30 штук бар. Оны әр кезде почти 1 жыл қолданса да болады адам. Срок годности қанша? 1 жыл. 1 жыл вообще. Ал достар, осы пакетті алғыларыңыз келсе, дене код деген біздің каналдың промокодын Азамат мырзаның Instagram парақшасына жазса болады. Немесе біздің мынау YouTube'тың астында сілтеме бар, описание және комментарий бөлімінде, соған өзіңіздің номеріңізді қалдырсаңыз, Азамат мырзаның компаниясының мамандары хабарласып, толық ақпарат беріп, сізге жеткізіп беретін болады. Доставка тегін. Пайдаға отыр ма Азеке? Бүкіл Қазақстанға. Ал достар, сілтеме астында. Ал Азеке, сізге рахмет. Көп рахмет. Біліміңізбен бөлісіп, осындай пайдалы ақпараттармен бөлісіп жатқаныңызға көп рахмет. Алдағы уақытта егер подкаст ұнап жатса, лайк басыңыз, комментарий жазыңыз, біздің каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Бұл канал менің бір жаңа бастамам денсаулық саласында. Осы кезге дейін ақша, бизнес, психология бойынша, тұлғалық даму бойынша подкасттар түсіргенбіз. Енді бұл каналдың миссиясы мен қызметі бұл қазақ халқының жалпы денсаулық саласында өзінің денсаулық деңгейін көтеріп, салауатты өмір салтын қолданып, денсаулықтың мықты болуына атсалысатын білім жағынан каналдардың бірі болса мен қуаныштымын. Тамаша.
күшті. Азекеңнің инстаграмы бар, және бұл кісінің өзінің YouTube каналы бар. Ол жерде өте пайдалы ақпараттармен бөліседі. Ұйқы, спорт, жазу техникасы, мынау коучингқа байланысты психологиялық неше түрлі инструменттер, миға байланысты пайдалы ақпараттар өте көп. Ол жақта YouTube канал Азамат мырзаның астында белгілеп қоямын, соған кіріп таныссаңыздар да болады. Сіздермен болған Азамат Скаков және Ерсін Сұлтан. Қош сау болыңыздар.